Мынау Теміртау мен Астананың арасындағы жол. Теміртаудың жанындағы терминалдың мынау ұзын сонар кезек болып тұр. Бір шамамен 1 километрден астам жер. Өту мүмкін емес, жол жабық. Қазір мен жағдайды біліп келу үшін барамын. Ұзын сонар бөлік төтенше жағдайлар басқармасының қызметкерлері дәрі-дәрмек, сосын жаңа әжетхананың заттары сондаймен көмек беріп жатыр. Қазір тамақ сусындары бар болса, әлде қажет болса, қазір мән-жайды біліп өздеріңізге хабарлайтын боламын. Алды түстен бері тұр. Бәлкім балаларының қарны ашқан шығар, шөлдеген шығар. Сондықтан бір көмек қолын созып жіберейік деген ниет. Өйткені бұндай күннің өзі Алланың сынағы. Жолдағылардың сабырын, шүкірін тексеру үшін Теміртауда да жомарт кісілердің барын көрсетіп, қолдан келгенше көмек беріп жіберейік. Ал кім көріп отыр? Мен қазір Каспий Голдты астына жазамын. Желдің қаттылығы есігіміздің зорға жабасын. Даладан желден түк естілмейді. Машинаның ішіне кіріп айтайын. Алды түстен бері тұр. Арты әлі кеп қосылып жатыр. Бас аяғы 1 шақырымға жоқтайды. Машиналардың тығыны. Түстен бері тұр. Машиналардың ішінде балалары бар. Көбісі өзге өңірдің көліктері, адамдары. Қарны ашқан, кейбіреулерінің жанар жағармай бағана түстен бері оталып тұрғаннан кейін таусылған. Иттің боғы дәрі десе дарияның ар жағына барып тұшады дегендей. Мынандай жағдайда келіп қымбатқа тамақ сатып жатқан қулар да бар. 3 адамның тамағын 25 мың теңгеге сатты деп халық ренжіп жатыр, жүргізушілер. Сондықтан мына Теміртауда жомарт жандар бар екенін көрсетейік. Қолдан келгенше қол күшімен қаржылай көмек берейік. Енді ыстық тамақ алатын жердің барлығы жабылып қалды ғой, сағат қазір 12:25 түнгі. Сондықтан қазір жанар жағармай құю станцияларында не бар, соны сатып алуға әрекет қылам. Енді әрі сусын, әрі тамақ, әрине теңізге тамызған тамшыдай ғана болып қалар. Бір 70-80 литр қымызым бар. Соны қосайын. Енді бәрін тамақтандыра алмасақ та, түстен бері тұрған арасындағы қарны аш қалған жас балаларды тым болмаса ішін жылытайық. Сондықтан суға, анау-мынау пирожки, булочки, нанға көмектесем десеңіздер, қол көмегі керек. Еріктілер болатын болса, таңғы сағат 9-ға дейін жолды ашпайды екен. Сондықтан жұмылайық. Теміртауда жомарт жандар бар екен көрсетейік.